тақырыбы өмірге құштар жандар. Және де тағы да айта кетеді, бүгінгі біздің немізге, студиямызға қонағымыз келіп қапты. Аяжан таныстырып өтсең. Көзі көрмейтін және көзі әлсіз көретін кітапхананың қызметкері Ербол Бегимов. Қош келдіңіз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай бүгінгі? Жақсы. Енді өзіңіз осы әлсіз көретін жандарға, осы көзі көрмейтін жандарға ғаріпті тауып беріп, сіз қалай ойластыру керек, оны қалай пайдалану керек деген секілді. Өзіңіз осыны айқын түрде айтып берсеңіз, ашып. Біздің облыстық кітапханада осы зағип оқырмандарға екі үйірме жұмыс істейді. Біріншісі Брайлис үйірмесі, екіншісі зағип және компьютер. Брайлис үйірмесінде бұл жаңағы нүктелі бедерлі қарпінде оқу және жазу әдісін үйретеміз. Жаңағы азаматтар жаңадан көз жанарының айырылғанда бізге келеді, бізге келіп, жаңа психологиялық әңгімелесеміз, не қыламыз. Сөйтіп, жаңағы Брайль туралы айтып береміз. Луи Брайль деген біздің осы зағиптарға жазу, оқу әдісін тастап кеткен ұлы адам. Сол туралы айтамыз, одан кейін ақырын үйрете береміз. А әрпінен бастап, әрпі ең оңай, бірақ нүктеді. Біріншісі жеңіл жатталады. Б әрпі де сондай 1-2. Одан кейін арғарай өздері қызығып, қызығушылық танып, жаңағы арғарай қалай үйреніп кеткенді білмей қалады. Тамаша. Екінші үйірмеміз ол зағип және компьютер. Бұл қазіргі заманға сай зағип тұтынушылар да неден қалмасын деп, біз осы компьютермен жұмыс істеуді үйретеміз. Оған арналған арнайы бағдарламалар бар, солар арқылы үйретеміз. Техникаларда Брайль тілімен жазыла ма сонда? Бірінші дыбыстандырылады, жаңағы мониторға шығып тұрған көрнекті ақпараттың бәрін дыбыстандырып айтып отырады. Одан кейін бізде дисплей бар. Дисплей ол пластик тақтайшада, соған жаңағы мониторға шығып тұрған әріптердің бәрі жаңағы сіздерде бегущий строка болады ғой. Жүгіртпе жол. Жүгіртпе жол. Сол жақты жаңағы клавиатурадан басып отқанда, олда Брайль әріптері бүйтіп жүгіріп отырады да, соны ақырын қолмен оқып білуге болады. Екі әдісі бар. Дыбыстау арқылы да, яғни қолмен басу тетік арқылы да жасауға болады. Кімге қалай ыңғайлы, солай не olsa болады. Енді өздеріңіздің кітапханаларыңызда аудио кітаптар да бар екен. Ол туралы да әңгімемізді жалғастырсақ, аудио кітаптарда қандай кітаптар жүктелген? Енді біздің кітапханада 3 форматта кітаптар бар. Жайпақ баспалы кітаптар, нүктелі бедерлі қарпінде және аудио форматта. Аудио форматта кітаптар бұл лазерный диск дейді, думалақ диск. Соған жазылған кітаптар, аудио кітаптар. Бұны біз жаңағы Алматы, Шымкентте өздерінің жазу студиялары бар. Солар арқылы аламыз және орыс тілінде Россиядан Москва қаласынан аламыз. Жаңа енді бұл әртүрлі тақырыпта, жаңа тарихи тақырыптар бар. Жаңағы Қазақстан еліміз туралы фантастика, әртүрлі тақырыптар. Кітапханада қанша не бар, нелер. Сонша нелер. Аудио кітаптарда бар, барлық түрлері таралымда бар дейсіз ғой. Одан кейін оқырмандарымыз сұранысына байланысты, жаңа көбісі қазір тарихи кітаптар жақсы көреді. Батырлар туралы, билер туралы тыңдағымыз, оқығымыз келеді, соларды заказ беріп, тапсырып, не отырамыз. Енгізіп отырсыздар дейді. Енгізіп отырамыз. Кітаптардың бәрі мемлекет қолдауымен келе ме? Мемлекет қолдауымен. Біздің мәдениет басқармасы жақсы көмек беріп жатыр. Компьютерлік техника, жаңағы кітаптар бәріне қаржы бөліп, не жатыр. Енді сол кітапханада қызмет атқарамын дедіңіз. Алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Енді қазір жаңа заманға сай бізде осы неге қалмай не жатырмыз. Енді қазір кішкене жеңілдеу болды. Электронды кітапхана деген бар. Интернетке кіріп, электронды кітапханаға кіріп, сөйлердің керекті кітаптарын табуға болады. Бірақ қазақ тілінде аздау да кішкене. Соны көбейді деп сенеміз. Және жаңағы компьютерлік
сабақ өткіземін дедім ғой. 2021 жылы Алматы қаласында ЮНИСЕФ халықаралық балалар қорғау қоры және Жан деген сол жергілікті мүгедектер қоры бар. Солардың ұйымдастыруымен бір жобаға қатысқам. Жаңа бұл жобаның мәнісі кішкентай зағип балаларға, үлкен біз сияқты зағип адамдар жаңа компьютерде, онан кейін сенсорлық смартфондарда жұмыс істеуді үйрету. Сол жерде оқып келдім. Бір-екі апта офлайн оқыдым, 2 ай онлайн оқыдық, сөйтіп емтихан тапсырып, сертификат алып, енді осы болашақ мектеп-интернаты бар, зағип және балаларға арналған мектеп-интернат. Сол жерде сол әкімшілігінің келісімен сабақ беріп жүрмін. Жаңа компьютер және смартфонға үйретемін. Енді сабақ беріп жүрмін дейсіз. Жас ерекшелігіне шектеу бар ма сабағыңызда? 5-ші сыныптан жоғары қарай ғой. 3 топ қазір бар. 5, 8, 10, 11 класстар, сыныптар. Соны 12 адам алдым, мүлде көздері көрмейді. Соларды үйретіп жатырмыз. Енді бұл былтыр 2021-де бастағанда жаңа ЮНИСЕФ бізге осы оқу бітірген соң сертификатын бірге жаңағы 4 ноутбук, 4 жаңағы Android, 4 iOS, iPhone береміз деген. Бірақ өкінішке орай январдағы жағдайдан кейін кішкене тоқтап қалды ол. Әлі болады деп қояды, бірақ әлі болмай жатыр. Соған осы эфирмен пайдаланып өтініш, бізде бизнесмен кісілер бар ғой, соларға егер құлақ қағыс ретінде. Егер мүмкіндік болса, бізге көмегін берсе, жаңа материал техниканы, базаны жаңағы жаңартатын. Жаңартатын. Жұмыла жұдырық болсақ, әрине алынбайтын қамал жоқ. Қазір бір ноутбукпен, бір андроидпен жұмыс істеп жатырмын, бірақ ол өте қиын да. Әр топта 4-5 баладан жаңағы қамту қиындыққа туды. Техниканың өзі де бір бағасы да аспандап тұрған шығар. Аға, енді алтындай уақытыңызды қиып келгеніңізге сізге шын жүректен алғыс білдіреміз. Жұмысыңызға тек сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта жемісін көре беріңіз. Жоспарларыңыз көбейе берсін дегіміз келеді. Идеялар да туындай берсін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Рахмет, сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет.